Сәлем достар, бүгін сіздерге корейский фунчозы салатын жасап көрсетемін. Ең алдымен біз лапшамыздың үстіне қайнаған суымызды құйып жарты сағат көлемінде қойып қоямыз. Ол уақытқа дейін етімізді пісіріп аламыз. Ең алдымен қызып тұрған табамызға аз ғана майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Мінекей біздің етіміздің үстіне дәміне қарай тұз және де 5-6 қасық су құямыз, жақсы пісу үшін. Сол кезде жұмсақ болып піседі. Міне біздің суымыз тартылды. Енді пиязымызды салып, бірге тағы да қуырамыз. Етіміз жақсылап піскенінше біз сәбізімізді және огурцы тәтті бұрыштарымызды дайындап аламыз. Сәбізімізге 1 қасық тұз және де қара бұрыш 1 қасық қара бұрышымызды қосамыз. Біздің лапшамыз дайын болды. Енді сүзгімен сүзіп, лапшамызды салып аламыз. Енді сәбізімізді саламыз. Рет-ретмен осылайша салып отырамыз. Қиярымызды саламыз. Тәтті бұрышымызды. Және де мен укроп қостым.